Біз Дубайға қалай бардық? Ең бірінші Алматы аэропортқа барып, билетімізді дайындап, осылай посадкаға қарата жүре бастадық. Бұл жер өте салқын болды, мен тоңып қалдым. Содан кейін самолетке отырдығызды бізді. Барлығы жақсы. Хабарландыру берді осы жерде. Ремень тағу, ремень безопасности деп. Осылай да фотоға түсіп алдық. 4 сағатта осылай танытты. 4 сағатта Аллаға шүкір Дубайға ұшып келдік. Осылай фотоға түсіп алдық. Мынау енді Дубайдың аэропорты өте ауқымды, әдемі екен. Бізді аэропорттан автобуспен алып кетті. Мынау енді біздің отеліміздің сыртқы көрінісі, 4 жұлдызды. Қазір енді жақыннан көрсетемін. Міне осындай, осының барлығы қонақ үй. 4 жұлдызды. Өте керемет, маған ұнады өзіме. Самолетта су ішпегесін, біз енді шөліп қалдық. Сосын кофе ішейін дедік. Кофелар енді өте жақсы дәмі, 2,5-3 мың айналасы. Сосын бізге осындай номер берді. Номерімізге орналастық. Іші осындай. Күшті, кең. Барлығы бар ішінде. Мынау енді мен. Жуынатын бөлмесі. Мына жерде енді свет қоспаппын, кешіріңіздер. Енді видті көрсетейін. Терезеден біздікі 6-шы этажда орналасқан. Міне осындай.